Сәлем балақай, бүгінгі сабағымызға қош келдің. Бүгінгі сабақта 10-шы беттегі 13-ші жаттығуды орындаймыз. Жаттығудың берілгенін мұқият оқиық. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөздің синонимін тап. Балақай, ең алдымен біз ребусты шешіп алайық. Одан кейін оның синонимін анықтайтын боламыз. Ендеше суреттерге мұқият назар аудар. Алғашқы суреттен біз не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасың, 6 санын көріп тұрмыз. Соңғы 2 дыбысын алып тастауға қажет екен. Алып тастадық. Енді келесі, мынау қандай жануар? Дұрыс айтасың, сиыр. Біз оның қандай әріптерін алып тастаймыз? Тамаша, дұрыс айтасың. Алғашқы 2 әріпі с, и және соңғы р әріпі. Тамаша балақай. Енді келесі сөз, бұл не бізде? Дұрыс айтасың, сағат. Сағат сөзінен қанша әріп және қандай әріптерді алып тастаймын? Дұрыс айтасың балақай. Соңғы 4 әріпті, яғни т, а, г, а әріптерін алып тастаймын. Енді балақай, бізде ребуста қандай сөз шықты, оқиықшы? С. Алыс. Яғни бізде алыс сөзі шыққан екен балақай. Алыс сөзінің мағынасын өзің білесің ғой? Бір-біріне жақын емес, қашық орналасқан жерді біз алыс деп айтамыз. Енді алыс сөзінің синонимдерін есімізге түсірейікші. Есіңде болса, өткен тақырыптарда біз оларды өткен болатынбыз. Мен саған оларды жаттап алуға кеңес берген едім. Қанеки, алысты біз басқаша қалай айтамыз? Дұрыс айтасың, қашық. Яғни қашықтығы үлкен деген мағынаны білдіріп тұр. Қашық. Және тағы да басқаша қалай айтуға болады? Мен саған айтқан болатын, көбінесе ертегілерде, әңгімелерде, шығармаларда айтылады. Мына ауыл қайда орналасқан? Шалғайда. Шалғай. Шалғай деген алыста, өте алыс деген мағынаны білдіреді. Ендеше жазып алайық. Шалғай. Мінекей балақай, осы сөздерді жаттап ал. Саған болашақта керек болары сөзсіз. Алыс сөзінің синонимдері қашық және шалғай. Түсінікті ме балақай? Тамаша. Ендеше келесі сабақта кездескенше.